Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Алдағы уақытта мен сіздермен ең керемет, ең қажет деген жаңалықтармен бөлісетін боламын. Сол үшін каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Менің каналымнан Қытай платформалары және де басқа да ең қажетті деген сайттар бойынша ақпараттарды тегін ала аласыздар. Сондай-ақ мүмкіншілігінше сіздерге тегін кері байланыс беретін боламын. Ал сіздерден тек қана менің каналыма тіркеліп қолдау білдірсеңіздер болғаны. Пинода сайтын пайдаланып жүргенімізге көп уақыт өтсе де, әлі де үйреніп жатқан қолданушылар көп. Сондай-ақ әлі де көптеген сұрақтар келіп түседі. Соның ішінде грузовик белгісін сұрайтындар өте көп. Осыдан 3-4 ай бұрын мен видео сабақ түсірген болатынмын. Яғни арнайы иероглифті пайдаланып сіз грузовик белгісін шығара аласыз деген. Алайда қазіргі таңда Пинода сайтында обновление, яғни өзгеріс болғандықтан ол грузовик белгісін мүлде алып тастаған. Ол иероглифті қолдансаңыз да сізге грузовиктің өзін шығармай, тек сапалы деген тауарларды шығарып береді. Сол себепті бұл жерде қолданушылар арасында көптеген шатасулар болып жатады. Сондықтан мен бүгін сіздерге ең сапалы товарды табудың екі қарапайым әдісін көрсетейін деп тұрмын. Ол тағы да арнайы иероглифті қолдану. Бұл жерде басқа иероглиф қазір. Біріншісі ол остаток, яғни қалған товарлар деген иероглифті қолданамыз. Осы иероглифті қолдансақ, бізге экспорттан қалған остаток товарларды шығарып береді. Яғни бәрімізге белгілі, Қытай мемлекеті басқа да мемлекеттерге өзінің өндірістік қызметін ұсынады. Яғни Америка тәрізді ірі мемлекеттердің 50-60 тіпті 90%-ға дейінгі өндірісі осы Қытайда орналасқан. Ал осы өндірістен, яғни экспорттан қалған товарларды олар өздерінің платформаларында, сайттарында жариялап бізге сатуға шығарады. Егер де сіз осы товарларды таба білсеңіз, ең сапалы деген, тіпті оның ішінде премиум качестводағы бренд товарларды сатып ала аласыз. Міне осы иероглифті қойдым. Шатасып қалмас үшін астында шыққан категорияларды аударып алыңыз. Google переводчикке саламыз. Велосипед дейді, носки распродаждағы, қалған товарлардың экспорты дейді, сумкалар. Міне бізге 5-шісі қажет. Қалған товарлар, оның ішінде оригинал продукт дейді. Осыны таңдайық қазір. Міне мынаны басамын. Осы жерде бізге остатыққа, яғни қалған, экспорттан қалған ең сапалы товарларды шығарып беріп отыр. Әрбір товарға кіріп, сипаттамасын бәрін қарап шықсаңыздар болады. Міне мысалға, мына носки өте танымал Барби брендтік товар. Хлопоктың мөлшері 51-70%. Әрине, міндетті түрде балаға киім алар кезде материалына қараңыз, оны да аударып алып оқып шықсаңыз болады. Хлопок мультфильм персонажына арнап жасалған бұл носкилер. Міне мына жерде жастары көрсетілген. Көктем 2023 жылғы ең танымал бізде мультфильмге орай тігілген носкилер. Яғни бұл ірі мемлекеттердің сұранысы өндірісі бойынша жасатылған, яғни тігілген носкилер болып саналады. Қазір басқа да товарларды көрейік. Бір-екі товарда шалбар, джинсовый шалбар, Prada деген жазуы бар екен. Өте ерекше, жастардың стиліндегі шалбар. Сипаттамасын қарайық. 18-25 жастағы жастарға арналған. Деним хлопок дейді. 51-70%-ға мақтадан жасалған. Жастардың трендіндегі өте стильді шалбар болып келеді. Каппа деген танымал бренд бізде балалар аяқ киіміне. Міне осы Каппа аяқ киімін тауып алсаңыздар болады. Бастапқы бағасы 400 юан болыпты, қазір 149 юанға шығарып қойған екен. Сипаттамасын қарайық. Каппа деген өте танымал бізде сапалы аяқ киім шығаратын бренд. Міне брендтің атауы, подошвасы Ева подошва. Жоғарғы материал синтетика дейді. Жазға арналған. Осылай міндетті түрде сипаттамасымен танысып алыңыздар. Достар, сапалы товар іздеудің тағы бір әдісі ол екінші иероглифті қолданамыз. Бұл бізде экспортқа кеткен товарлар деген мағынаны білдіреді. Қазір қазақшасын өшіріп тастайын. Поискке береміз.
осылай поискке жазатын болсақ, бізге тек сапалы басқа жаққа, яғни басқа мемлекетке арналған товарларды шығарып береді. Оның ішінде ондай товарлар бізде биркасы, яғни этикеткасы кесілген товарлар деп шығуы мүмкін, немесе этикеткалар бұлдырап түсірілген болып келеді. Себебі олар экспортқа арналған товарды ашық түрде жариялауына, сатуына болмайды. Яғни олардың арасында өзара келісімшарт болғандықтан солай этикеткасын бұлдыратып көрсетеді. Алайда ондай товарлар бізде өте сапалы болып келеді. Егер де осы иероглифпен іздесеңіз, мысалы мына бірінші товарды қарайын, күннен қорғайтын SPF крем, доктор G, мына жерде экспортқа арналған деген арнайы белгісі тұр, яғни мемлекеттің туларының суреті көрсетілген. Бұл SPF крем негізінен оңтүстік Кореяда өндіріледі, және де кейбір өндіріс орындары Қытайда да орналасқан. Мына жерде сипаттамасы барлығы тұр, оңтүстік Кореяда жасалған, жарамдылық мерзімін бәрін қарап алыңыздар. Міндетті түрде косметика сатып аларда көбінесе 3 жылға дейін жарамды болады, соны есептеп қараңыздар. Бағасы 75 юанға тұр екен, ал біздегі бағасы кем дегенде 13 мыңнан басталады. Бұл крем күннен қорғайды, және де бетті ылғалдандырып нәрлендіретін өте жақсы брендтік фирмадан шыққан крем болып табылады. Товарды қарайық. Мына жерде бізде принтер, фото шығаруға болады екен. Сапасы өте жақсы, рейтингі бойынша 2-ші тұр екен. Минус белгісі бар. Сипаттамасын барлығын оқып шығыңыздар. 100% оригинал бренд товар дейді, 88 юанға тұр екен. Енді мына жерде міндетті түрде товар сатып алған кезде тек қана жағымды емес, ең алдымен негативный, жағымсыз комментарийді оқуымыз қажет. Себебі көбінесе купондар, яғни жеңілдіктер алу мақсатында комментарийлер кейбірі өтірік жазылуы мүмкін. Сондықтан товарға сатып аларда осындай негативті комментарийға мән беріңіздер. Ешқандай жағымсыз комментарий жоқ, яғни сапасына күмән келтірмей сатып алсаңыздар болады. Шынайы фотосуреттері, видеолары барлығы көрсетілген екен. Өте қолжетімді бағада тұр. Осылай өте сапалы товарларды оп-оңай екі-ақ әдіспен іздеп тапсаңыздар болады. Егер де осы екі иероглиф қажет болатын болса, видеоның соңына Instagram парақшаның сілтемесін қалдырып кетемін. Менің парақшама жай ғана тіркеліп, дайректке плюс белгісін қойып немесе тіркелдім деп жазсаңыз, мен сізге иероглифті тегін жіберемін.